7-ші класстан бастап бір мектепте тоны ұштаған дейтін жерде Ленин атындағы орта мектепте оқыдық екеуміз. Сосын адам бір-біріне бір сырттай бір-бірін ұнататын, бір-біріне бір адам сезінетін сезімталдығына байланысты. Я болмаса оның жуастығына, оның сөзінің адамға деген бір ұнамдылығына байланысты дос дейтін содан пайда болады. Әйтпесе біріне бір кереғар мінезді адамдары болатын болса, олар дос бола алмайды. Екеуміздің Алла тағала мінезімізді ұнаттырған шығар, екеуміз сол 7-ші класстан бастап дос болып кеттік. Бірге жүреміз, бірге тұрамыз. Бір-бірімізге жаман артық сөз айтпаймыз. Біреулердің айтып атқан жаман сөздеріне біз құлақ аспаймыз. Сонымен кеттік. Институт бітірдік. Мектепті бітірдік. Мектептен бітіргеннен кейін жаңағы мен мұнайшы болам деп Бакуге кеттім. Бұл не болса да әдебиетші болам деп Атырауға кеттім. Одан мен Бакуге жете алмадым. Азизбеков атындағы мұнай институтына барып едім. Ректор өзгеріп кеткен. Мен 4 жыл бойы хат жазысып тұрған ректорымыз өзгеріп кеткен екен. Биыл біз сіздерді ала алмаймыз деді. Сыстыр оқу министрінің шығарған бұйрығына байланысты әрбір республиканың абитуриенттер өз жеріне тапсыру керек деп отыр. Біз ала алмаймыз дегенсін, амал жоқ. Қайтадан Мақашқалаға келдік. Мақашқаладан Астраханға келдік. Астраханнан Атырауға ұшып келдік. Ең соңғы күн документ тапсыратын күн болды. Соған дейін қаңып жүрміз, енді жете алмай. Атырауға соңғы күні документіміз тапсырып. Соң түсіп кеттік ешқайда. Оның орнына алған қалай түскеніміз көп жазылып жүр. Оны енді әр газеттерге жазып жүр енді. Өте жақсы оқығандығымыз оның бәрі де айтылып жүр. Соң еш түсіп кеттік. Бітірдік. Жаңа бітіргеннен кейін де жаңа оқиға Төлебаев Диярдың арқасында Селинаға кетпей ауылға келдік. Ауылға келгесінде бұйырмышса, бұны да мені де екеумізді айдап Самға жіберді. Міне Самнан келіп қайта тоғыстық. Содан бері қарай бірге келіп отырмыз. Бірге жүреміз. Талай халықтың арасына қойылған драмаларда мына екі кемпірде бар. Бұл уақытта бұлар сылқылдаған жас келіншектер, қыздар. Талай драмаларда, пьесаларда ойнадық. Талай қызықты оқиғалардың бәрін бастан кестік. Халық ауыз ашып, осындай біреудің үйінің төріне концерт қойып, Қозы Көрпес Баян Сұлуды қойдық, мысалы айтайық. Бөлтірік бөрік астына деген. Соның барын осындай тар жерге қойғанның өзінде халық дейтін қызық қой, сонда қол шапалақтап, ана жерден біз жібермей сөйтіп құрметтеп отыратын. Соның бары өмір өттік. Бер жағын енді балдарымыз өсті. Балдарымен бірге дос болып. Олар да азамат болып, бір-бірін сыйласатын болды. Сонан бері қарай енді келген сайын, үлкейген сайын ешкім қалмай баратыр. Өте қиын қыстау кезеңнің өзінде бізді сол қиын қыстау жерге жіберді. Ондағы мақсат бізде халықтың арасына саналықты жеткізу бізге тапсырма. Халықтың арасына адамгершілікті ояту. Халықтың арасына ауызбіршілікті ояту. Міне осының бәрі біздің мұғалімдер қауымына тапсырылды. Мен соның арқасында балаларды әкелдік, интернатқа тәрбиеледік, аппақ қылып, жуындырып, халық бізге сенетіндей қылып қойдық. Интернаттың ішінде аппақ киіммен, аппақ төсекте жатқан балдарын көргенде халық бізге балдардың сеніммен әкеліп береді. Ол уақытта кейбір балдар сабаққа жібермей қалатын мезеттер еді. Ал сондай дәрежеге жеткеннен кейін Сам мектебі дейтін мектеп атағы шыға бастады. Сам орта мектебінде 61-ші жыл мен 70-ші жылдың арасында жұмыс жасаған оқытушылар туралы жақында мен кітап жазып шығардым. Сол кітапта түгел жазылды. Екеуміз бар ойымыздағы шындығымызды сол жерде жаздық.
Бұл машина жол жоқ. Машина осы тұрған мына Бейнеуден мына тұрған Ақжүрекке 3 күн батып зорға жетесіз. Соңа тұрып сөйтін жерге бару үшін 2-3 күн уақыт керек. Машина жоқ. Ода біреудің газ 2 жаман машинасы. Мына тұрған пойыз жол ол уақытта жоқ. Жаңа товарлар күнере бастаған уақыт. Жасырын товарлар кәмітті Атырауға асып кетеміз. Талай жаңағы ұстап алып, милициялар неғып жүрсін дейтінге тап болдық. Мына тұрған шетпеге жете алмаймыз. Товарына ұрланып кетеміз. Ал қазіргі уақытта не? Қазіргі уақытта бәрі болды. Оның бәріне тек қана біз емес, біздің мұғалімдер мен дәрігерлердің жасағаны халыққа тек қана қолынан келген барлық насихаты мен емін жасады. Ал барлық жұмысы малшылар, мал бағушылар, табыс тапқан солар. Қойдан 100-ден 120-дан, түйеден 100-ден 50 отадан, биеден 100-ден 100 құлындарын айырмастан 5 жылдық социалистік жарыстың жеңімпазы атанды осы жердегілер. Міне сол туралы да кітап жазып шығарып жатырмын. Міне соның арқасында біздер солардың арқасында күн көрдік. Міне сондай қиындықтың кезеңіндегі жұмыс жасаған адамдар дейтін, олар асыл жандар. Мұғалімдік арманды мен армандағаным жоқ. Менің арманым 4 жыл бойына мұнайшылар институтына Бакудың Әзізбеков атындағы несі бар, университет. Бакудың. Сол ректормен 4 жыл бойына хат жазысып тұрдық. Біздер орыс тілін білмейміз. Химияның орысша, қазақша 2 кітабын алып оқып отырамыз. Физиканың 2 кітабын алып оқып отырамыз. Математиканың 2 кітабын орысша, қазақша. Анадан қазақшасын оқысақ, анадан орысшасын оқимыз. Сонымен 4 бала дайындалдық. Бакуға барғаннан кейін жаңағыдай оқиға тап болып, сосын кейін қайтып кеттік. Соның арқасы болар, келген уақытта бәрін 4-5-ке тапсырдық та ұйысқа түсіп кеттік. Ал әне ол келгеннен кейін қайда барасың? Басқа баратын жерім жоқ. Мұғалімдер институтына тек соңғы күн документ тапсырайын деп жатыр. Мұғалімдер институты тапсырдық. Мұғалім болдық. Мұғалім болғаннан кейін енді сен қашып құтылатын жерің жоқ. Бар бойыңдағыны халықтың баласына беруің керек. Халықтың баласы сенің балаң. Солай деп түсіну керек. Мұғалім дегеннің өзі баланы сүймесе, баламен ойнамаса, ол мұғалім болмайды. Ал балаға тек қана командный методпен оқытамын дейтін, ол дұрыс емес мұғалім. Ол өте қате. Мен шәкіртімнің ең аяғы жаңағы 70-тің үстіне шығып отырған шәкіртімнің соңғы жағы осыны еркінбектер. Алдыңғы жақтар дейтін доктор Наук, анау Қараев дейтінді білесін, Баймағамбет, кім еді? Дүйсенбаев, Баймағамбет дейтіндер екеуі де біздің Тұрыш мектебінен бітірген. Біз 7-8 совхоз директорын дайындап шығардық. 40 шақты дәрігер дайындап шығардық. Біз 10 жылдың ішінде 50-60 ұстаз дайындап шығардық. Біздің өзіміздің шәкірттерімізден басқа ешкім емес. Не осындай. Бірақ ешкімді кінәлауға да болмайды. Бірақ менің өзім, біздің деп көбейтпейік қой, менің өзім қазіргі оқу системасына ешқандай көңілім толмайды. Әліппесіз бала оқып деді. Қазіргі оқу жоспарлары жоқ. Барлық пәндердің. Барлық пәндерден жасап отқан кітаптар кілең орысшадан аударылған. Қазақша сөздік көбіне болмайды. Сондықтан қазіргі балаларда сауат аз өте аз. Сосын жоғары жақтан мұғалімдерге деген шектеу көп. Мына технологияны пайдаланамыз, керемет жақсы деп интернетті қостық жақсы. Бала басына бір телефон ұстап алады.
O bala со телефоны мысалы. Екіні екі көбейтсең бала калькуляторға жүгіреді. 28-ге 12 қоса қой десең бала калькуляторға жүгіреді. Неге? Балада ойлау қабілеті жоқ. Риза емес тұсым жоқ. Өмірге әрқашан ризамын. Өмір дейтін дұрыс. Өмір адамның қолынан жасалатын нәрсе. Адамның еңбегімен жасалатын нәрсе. Әрбір адам бақыттылықты өзі жасайды. Ешбір бақыт келмейді ешкімге. Ал енді риза емес жерім көп. Ол бірақ менің қолымнан да, мына отырған бақыттың қолынан да келмейді. Ол жоғарыдан төмен қарай түсу керек. Біз сауатсызбыз. Қазір бірде-бір жас сауат мектепте кітап оқымайды. Бірде-бір оқушы мектепте ғалым, ғұлама ақындардың өлеңін жатқа білмейді. Сауатсыздық қой, сауатсыз. Сондықтан осының бәріне ренжиміз. Сондықтан жоғарыдан төмен қарай бұны жақсарту керек. Әйтпесе болмайды. Бұл менің ренішім, өзімнің ренішім. Өмірге адам риза болмауы мүмкін емес қой. Өмір дейтін адам өзінің қолынан жасалатын нәрсе ғой. Мен өзім жасаған өміріме ешқандай риза емеспін деп айта алмаймын. Алла тағаланың берген 6 перзентін мына кісі тауып берді. Оның біреуі Алла тағала өзі кейін сұрап алды 44 жасында. Ең кейін одан мындай 3 немерем қалды. Алланың берген бәріне ризамыз. Мен ең бір жаман көретін риза емес жерім мына оқушыларға қойылатын тесті дегенде. Оқушыларға ай сайын қойылатын БЖ, ТЖ дейтіндерді алып тастау керек. Тесті деген сөз ол баланың білім бақылау емес. Тесті деген сөз тек жоғарыда отырғандардың еріншектігінен жасалып отқан нәрсе. Ол әрбір классқа экзамен билеттерін шығарып, оған дайындалатын жоғарыда отырғандардың еңбегі. Олар тесті, олар үшін оңай. Халықтың керемет ақын жазушыларын ата дейді. Біреуін атау керек, мысалы үшеуін жазып қоя. Абайды, Сәйітті, болмаса Сәкенді. Бала жаңағы біреуін түртіп қойса дұрыс болады. Ал егер басқа біреуін түртсе дұрыс емес. Тестте білім болам, өзің айтшы. Тесттен гөрі экзамен тапсырған жақсы. Бала тақтаға жазып тұрып, айтып тұрып, көрсетіп тұрып, отын баланың білімі. Мен Маңғыстаулықтарға тілегім, адам баласының тілейтін жалғыз тілегім, адам баласының дені сау болу керек. Дені сау адамға еш уақытта ештеңе болмайды. Шығарлықта, қиыншылықта бәрі де денсаулық болса жеңіледі. Байлықта, ақшада, бақыттылықта ол тек қолдың кірі. Ештеңе бермейтін нәрсе. Сондықтан мен халқыма да, достарыма да, замандастарыма да, маңғыстаулықтардың бәріне тілейтін, бәрінің де абырайлы дендер сау болсын. Осыдан басқа жерде батам жоқ.